Сәлеметсіз бе, Нұрлан? Иә, сәлеметсің Балжан. Бүгін біз сұрақ жауап ретінде сұхбаттасып әңгімелесек деп отырмыз. Біздің тақырыбымыз бүгін пластиктің климатқа әсері қандай? Иә, енді пластик туралы айтатын болсақ, жалпы бұл пластик атауы адамзат бұл пластик атауын шығарғалы бері, ә, бұл басым бөлігі пластиктің осы күнге шейін әлі негізінде ешқайда кеткен жоқ ол. Ол тек қана жаңағы көлемі мен пішімі жоғалды да ол пластиктің, бірақ өзі ұсақ бөлшектерге, жаңағы нанопластик, микропластикке ыдырап кетіп жатыр. Ол пластик өндірілгелі бері ол ертелі кеш біздің әлемдік мұхитқа түсіп жатыр ол. Енді қазір статистикаға сүйенетін болсақ, пластик шыққалы бері осы қазіргі таңға шейін 400 миллион тоннаға жуық пластик өндірілген. Және де әлі де тоқтаусыз өндірілуде. Енді соның жаңағы 200 миллион тоннаға жуығы, демек жартысы мұхитта жатыр оның. Енді ол мұхитқа, жаңағы біздің климатқа өзгеріп жатқан процестерге не байланысы бар дейтін болсақ, мұхиттың түбінде жатқан пластиктер ядрода болып жатқан құбылыстар жер бетіне магма бар, плюм бар, соны көтеріп жатыр. Ал мұхит болса, сол охлаждающий радиатор, кондиционер деп айтсақ та болады, осы жердің экосистемасының. Ол өзінің функциясын дұрыс атқара алмай жатыр, жаңағы мұхиттың түбінде пластик қоқыстары жатқандықтан. Сол себептен енді бұны негізі антропогенный фактор деп айтады. Ал ядродағы қозғалыс ол ғарыштан келетін энергиядан. Демек қазіргі форум, глобальный кризис, выход есть деген, дүниежүзілік дағдарыс шығу жолы бар деген форумда осыны айтып жатыр. Қазіргі таңда біз 24 мың жылдық циклға белсенді түрде кіргенімізді айтып жатыр. Енді сол циклға, ол цикл әрбір 12 мың жыл сайын болады, осы жер заряд алады. Демек жердің қойнауындағы ядро заряд алып жатыр. Ол 24-ші жылдың аяғынан басталды ол процесс, декабрьден бастап. Енді мұхит өзінің функциясын дұрыс атқара алмағандықтан осындай жер бетіндегі климаттық әртүрлі жаңағындай жағдайлар орын алып жатыр. Су тасқыны бар, жер сілкінісі бар деген сияқты. Қатты дауылдар, желдер. Бұл жер планетасына беріп жатқан зияны пластиктің. Ал енді адамға қалай беріп жатыр десек, адамзатқа бұл пластиктің жаңағы нанопластик, микропластик болып ыдырап кетіп жатыр деп тұрмыз ғой. Ол мұхиттың беті бумен су буланып атмосфераға көтеріліп, жаңағы сөйтіп қайтадан жауын болып бізге қарай түсіп жатыр, жаңбырмен, қармен. Демек ол біздің жұтып жатқан ауамыз да бар, жеп жатқан тағамдарымыз да бар, ішіп жатқан суымыз да бар. Сонымен ағзамызға еніп жатыр. Ағзамызға енгендіктен жаңағы нанопластик, микропластиктер ол бәлкім көзге де көрінбейді ол негізінде. Ал бірақ сонымен қатар біздің ең маңызды органдарымызға әсерін беріп, зиян беріп жатыр ол. Оған анау біз көрмей жүрген нәрсені, көзбен көрмей жүрген нәрсені айтпай ақ қойын, мен көзбен көрген нәрсені айтайын. Мысалы, қандай әсер беріп жатқанын жалпы қазіргі адамға. Осы жақында, осы бір апта алдын неге кішкене сырқаттанып аптекаға барған жағдайым бар тұғын. Осы жаңа аурудың алдын алу үшін укол салдырам деп. Сол кезде байқағаным, нәрестелер, 6 жасар, 7 жасар балдар, қыздар, балдар уже жаңағы ауыр уколдар салдырып жатыр. Жаңағы не дейді? Цифаметі бар, цифазолин бар. Антибиотиктер да. Ол негізінде мен мысалы ол антибиотикті 40 жастан асқан кезде салдыра бастадым да. Демек бұл деген сөз адамның иммунитеті қатты төменгі дәрежеге түсіп кеткен. Қазіргі жас балдарға салынып жатқан соң, ал біз болсақ, мысалы, жастар біздің болашағымыз деп жүрміз ғой жалпы қазір. Ал сондай жастардан қандай болашақ күтесің қазір? Ол сол 10 жасқа келмей жатып, осы антибиотиктер салынып жатыр оларға қазір. Ол ертең 15-20 жасында өзінің денсаулығымен әлек болып жүрген кезде, ол жастардан ешқандай болашақ күте алмайсың ғой. Мен бұл бір ғана кішкене көрінісін айтып жатырмын да, зиян, пластиктің жаңағы адамзатқа беріп жатқан зияны. Сол. Демек, жаңағы пластиктің зияны өте көп болып тұр ғой. Яғни климатқа да қатысы бар. Жаңбырлардың көп мөлшерде жаууы, жаңағы судың ылғалдың көбеюі,
осының барлығы осы пластиктің әсерінен болып тұр ғой. Яғни мұхиттың ылғалының барлығы құрғақ құрлықтарға жауып жатыр, әсіресе мегаполис бар жерлерде көп жаңбыр жауады, иә. Және бұл тікелей денсаулыққа да әсер етіп жатыр. Яғни біздің әрқайсымыздың басымызда, миымызда бір пластик қасық бар деп айтады. Соны иә, соншалықты көп пластик жиналған, иә, сонда иә, қазіргі уақытта сонда бұл пластиктің зияны өте орасан зор болып тұр ғой. Яғни әрі ә, әрі біздің тікелей денсаулығымызға да, климаттың ушығуына да, м, жалпы иә, болашақтағы біздің өмірімізге өте қиындатқалы тұр ғой сонда пластик. иә, сондай болып тұр ғой. Сондықтан аутизм балалардың көп болуының өзі осы пластиктің кесірі деп айтып жатыр да. Себебі бұл өте жаңағы өте кішкентай бөлшек болғандықтан бұл кез келген ағзаның кез келген бөлігіне кіріп жаңағы сол жердің функциясын бұзады екен да, клеткалардың. Иә, тіпті жаңағы ананың құрсағындағы балдардың ішінде де бар деп жатыр бұл пластикті. Демек, туылмай жатқан балада пластик бар да, соны да айтып жатыр ол жерде. Бұл туралы толығырақ ақпаратты сол жаңағы онлайн форумда айтып жатыр ғалымдар. Бәрін фактілермен, дәлелдермен, 1,5 сағаттық форум, жаңағы антропогенный фактор гибель океана деген. Сол жерде толығырақ жаңағы мәліметті алуға болады. Мен өзім 2-3 қайтара көрдім. Сол жердегі түсініктермен осы жерде бөлісіп жатырмын қазір. Енді денсаулықты жақсарту үшін қазір қалталы адамдар өздерін неше түрлі жаңағы тәсілдер ойлап табады, иә. Қазір биохакинг деген бар. Яғни бүкіл жасушаларын жаңартып жас қанды құяды, иә, жас адамның қанын құяды, солай емес пе? Иә, иә. Және өте жаңағы максималды түрде барлық жағынан өзінің денсаулығын қадағалап, күн тәртібін, Өмір жасын ұзарту. иә, ұйқысын, күн тәртібін, жейтін тамағын барлығын дұрыс жолға қойып, және осы жаңағыдай биохакинг дейді, сол әдісті, методты қолданып өздерін жаңағы ұзақ өмір сүру үшін талпынып жатыр да. Енді бұның Иә, өзі қазіргі уақытта көмектеспейді деп естіп жатырмыз. Сол рас па? әрине рас. Өйткені адамзат осылайынша немқұрайлы қарайтын болса, егер осы әлемде болып жатқан климаттық апаттармен шаруасы болмаса, осы үшін басын ауыртпайтын болса, ол жаңа өмір жасын ұзартамыз деп жүрген қалталы азаматтар климатқа жайпап кетеді бәрін. Өмір жасын ұзартамыз деп жүрген кезде. Ол климат қарамайды ғой еш нәрсеге. Ақшаң бар болса да, аз болса да, оған еш нәрсеге қарамайды ғой. Сол үшін қазіргі жалпы номер 1 деп айтайықшы. Адамзаттың бірінші мәселесі осы климатты зерттеу болып тұр ғой. Климатқа қарсы. Өйткені бұдан асқан бізге жау жоқ дәл қазір. Өйткені күн сайын көріп жатырмыз, қаншама адамның өмірлерін жалмап жатыр бұл. Енді былай айтқанда, менің жұмысым, жүк көлігін айдаймын ғой, дальнобойщикпіз ғой жалпы. Осы СНГ-да жұмыс жасаймын да. Қалай өзгеріп жатқан көзбен көріп жүремін постоянно ше, кәдімгідей. Машинеде температура тұрады да, сырттағы температураны көрсетіп тұрады таблода. Бір сағатта қанша жүресің, мысалы 70-80 шақырым жүресің да, 70-80 шақырым ішінде ана температура кәдімгідей былай ойнап жатады ғой. Мысалы айтатын болсақ, 20 градуста тұрады ғой. Бір жерде 15 болып тұрады да, бір жерде 10 градусқа бірден түсіп кетеді. Демек, бір сағаттың ішінде сол 60-70 шақырым ара қашықтықта кәдімгідей жаңа сырттағы температура ойнап жатады. И осы нәрсенің бәрін көре келе, и көзбен де көріп жүрсің, сыртта болып жатқан жауындарды, аяқ астынан желдің тұрып кететіні, ызғар желге вроде жып-жылы болып тұрады жаңағы далада, бірақ көлең жерлерде кәдімгі мынау мидан өтіп кететін салқындар болып жатады осы күндердің өзінде, осы күздің кезінде. И енді бұл нәрсенің бәрі адам болғаннан кейін алаңдатады да.
ал адамдар болса күйбең тіршілікпен әлек болып жүр қазір. Әрқайсысының өзінің жаңағындай тиісті материальный проблемалары бар, материяға мұқтаждығы бар, кредиті бар, басқа бар деген сияқты. Сырттағы болып жатқан құбылыстармен ешкім былайынша айтқанда қатты бүйтіп басын ауыртып жатқан жоқ. Мә ана жақта кеше қар жауыпты ғой, мына жақта бұршақ жауыпты ғой дейді да қоя салады да. Ал осы нәрсенің бәрін мен осы жұмыстың несімен, осы салада жүргендіктен көзбен көріп жүрмін да болып жатқан нәрселерді. Сондықтан да бұл климат мәселесі мен үшін өте маңызды болып тұр. Өйткені қаншама ана еріктілердің жасап жатқан форумдарын көріп жатырмыз. Сол себептен мен өзімнің өмірім үшін, өзіме жақын адамдар үшін және де адамзат үшін жаңа басымды ауыртып жатырмын десем де болады. И осы форумдардағы түсініктермен жаңа өзімен бөлістім ғой. Пластиктің әсері қалай болып жатқан, адамға қалай әсер беріп жатқан, біздің жердің экосистемасына қандай әсерін беріп жатқан. Бұл информацияның бәрін сол жерден көрдім мен. Демек, әлеуметтік желіден да. И сондықтан да негізі климат мәселесін талқылау, зерттеу, өздерінің түсініктерімен бөлісу. Мен осыған шақырамын жалпы адамдарды. Әсіресе қазір мынау әлеуметтік желіде ең қалай айтсам екен, распространенный жолдары адамдарға жеткізу. Мына блогерлердің жұмысы болып кетті ғой. Қазір не осы соны түсіріп жүрген блогерлерге осыны айтқым келеді. Климат мәселесін көтеру, әлемдік халықаралық резонанс тудыру. Әркім өзі не зерттеді, не түсінді, соны адамдармен бөлісу. Бұл қатты өзгеріп жатыр климат қазіргі таңда негізінде. И біз күннен күнге уақыт жоғалтып жатырмыз негізінде. Бұл адамдарды ақпараттандыру, бұл нәрсені зерттеу, климат мәселесін зерттеу, сенің күнделікті жұмысыңа, тауып жатқан ақшаңа, отбасын асырау үшін жүрсің ғой қазір. Әркімде әртүрлі сала бар мысалы. Оған ешқандай бір несі жоқ бұның, кедергісі жоқ, ешқандай зияны жоқ бұның. Мен мысалы айтатын болсам, осы жұмыста жүріп ақ тоқтайтын уақыт келеді, демалатын уақыт келеді. Содан 1 сағат бұрын тоқтаймын да, осы әлеуметтік желіде осы нәрсемен, осы климат мәселесін зерттеймін, қараймын. Демек, менің тауып жүрген, мен табыс көзім километр. Неғұрлым ұзақ километр жүрсем, соғұрлым айлық түседі, ақша түседі. И бұл менің жұмысыма ешқандай әсері жоқ, ешқандай зияны да жоқ. Дәл сол сияқты басқа адамдар да осылайынша осы климат тақырыбын көтеріп, зерттеп, адамдарға өзін түсінгенмен бөлісіп жеткізуге болады. Енді осы кейінгі жылдары расында да ауа райының өзгергені соншалықты қазір тіпті адамдар уже адаптация болып үйреніп қалды ше сол жағдайға. Бірақ та үнсіз қалуға тағы болмайды. Себебі жаңағы күннің ыстығы әсіресе айтарлықтай қатты білініп жатыр. Біз енді күн ыстық дейміз да жүре береміз, иә. Негізі бұның барлығы тоже сол осы жаңағы атмосфераны бізді қорғай алмай жатқаны, күннің сәулесі тікелей бізді жаңағы бізге түсіп, осы прямо ана микроволновкада қуырғандай күйге ұшыратып жатыр бізді. Тіпті мысалы бұрын мен енді өзімнің балалық шақтағы тұрған жерлерім салқын болатын. Қазір есімде де сол балалық шақта салқын болатын, таңертең салқын болып тұратын. Қазір сол жазды күндері осы былтыр да, биыл да байқалып жатыр, жып-жылы болып тұрады. Тіпті оңтүстіктің несі ауа райына ұқсап кеткен. Енді осы атмосфераның осындай әлсіз болуына сол жаңағы пластиктің де әсері бар ғой, иә. Оның қандай әсері болады, қалай соны түсінуге болады. Негізі не ғой, қазір бүкіл жер пластик қой, бүкіл ауа. Әсіресе бұрын біз ойлаған жаңағы судың маңайында, көлдің жағалауы, сол жерлерде пластик көбірек болады. Өйткені ол жерде ауада бар пластиктер. Және бұрын біз ойлаған таза ауа деп жүрген орманның іші тоже бізге зиянды. Себебі ол жерде олар бұрын оттегі бөлсе, қазір керісінше көмір қышқыл газын бөліп жатыр, СО2-ны. Демек, пластик енді бүкіл жерде ғой, барлық жерде.
барлық жерде болып тұр ғой, ауада да болып тұр, жерде де болып тұр ғой. мгм. Бұл жаңағы айтып жатырмыз ғой, мұхиттың бетінде су буланып, демек, атмосфераға көтеріледі ғой. Атмосферадан ары қарай биосфераға көтеріле алмайды ол. Демек, біздің жұтып жатқан ауада ол тұр да пластик. Еш жаққа кетпейді ол. Жауын болып, жаңа көтерілген булар жауын болып, жаңбырмен, қармен қайтадан жерге түсіп жатыр. Иә. И сол Мгм. біздің ішіп жатқан суымыз да, жеп жатқан тамағымыз да, жұтып жатқан ауамыз да, былай айтқанда, бәрі пластикке айналып кетті ғой, нано микрочастицаларына. Сол адамның ағзасында да жүр, жердің қойны, мұхиттың астында да жатыр, мұхиттың астында да жатыр, мұхиттың бетінде де жатыр. Мұхиттың бетінде кәдімгі 5 континент болып орналасып қалған екен пластик. 5 жерде. Мгм. Соншалықты көп болған соншалықты. Бұл жаңа айтып жатырмын ғой, пластик атауы шыққалы бері 400 миллион тонна осы күнге шейін өндірілген пластик. Оның 200 миллион тоннасы мұхитта жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Демек, бұны қазіргі немен есептейтін болсақ, әр минут сайын бір мусоровоз мұхитқа төгіліп жатыр деген сөз. Ойлай беріңіз. Мгм. Әр минут сайын. Демек, бір сағатта 60 пластик мұхитқа төгіліп жатыр. Ол не деген жаңағы? Колоссальный деп айтып жатады ғой. Колоссальный масса ғой ол. Адамзат болып осы мусорды толықтай тоқтатып алып тастай алмаймыз ғой. Біз енді мөлшерін азайта аламыз, бірақ толықтай алып тастауға әлі оның пластиктің орнын басатын басқа материал жоқ. Яғни ол Иә. м, Жеке бір мемлекеттің шамасы болса да келмейді ғой. Өйткені көптеген қаржыны талап етеді оған. Ол нәрсенің бәрін тазалап шығаруға. Жаңа пластикті мұхиттан. мгм. Бұл сол үшін бұл әрқайсымыз бұл резонансты көтеру керек деп жатқанымыз әлем бүкіл әлемнің адамдары жаңағы ғалымдарды дөңгелек столға отырғызу керек қой. Негізі лайықты ғалымдар бар. Мгм. Осы нәрсенің бәрін шешімін табатын. Сол біріккен кезде ғана осындай ластанудан, климаттық мәселелердің, климаттық қауіптерден шығатын жолдар табылады. Мгм. Адамның ағзасында бұл жаңа нано микропластик бөлшектері көбейген сайын ешқандай дәрі дәрмек уже көмектеспейді ғой біздің организмге. Себебі ең маңызды органдарды бітеп тастайды деп жатыр жаңа нанопластиктер. Біздің мына дыхательный каналдан бастап жүрек соғуының бәрі мида бар. Сол ішкі органдарда ақаулар болғандықтан уже ешқандай сырттан берілетін жаңа химический дәрілер ешқандай көмектесе алмай қалады уже. Адамдар енді қазір біз енді кішкене болсын соображать етіп ойлау қабілетіміз пока что бар ғой. Но бірақ уақыт өткен сайын бізде уже даже сондай миымыз істемей кететін деңгейге жетеміз скоро. Иә, ол қазір аутизмді алатын болсақ, өте бір сондай аурудың түрі, әсіресе қазір жастарда көп болып жатыр сол. Ол аутизм болып ауырған адам, бала демек, жаңағы көбісі жастар болып отыр ғой. Ол қай жері ауырып жатқанын айта алмай да қалады екен ғой, аутизм болған адам. И жаңағындай өзінен өзі ойнап жүріп айқайлап, шыңғырып, жылап кетеді. Аутизмнің белгілері да бұл негізінде қалай адамға әсер ететін. Ал соның бәрі осы пластиктің әсерінен туындап жатқан нәрселер ғой. Енді бұл глобальный мәселе. Бұл пластикті біз өте көп мөлшерде былғап қойғандықтан кейін біз оны бірден мәселені шеше алмаймыз. Бұл өте ұзақ уақытқа қойылып, жаңағы мәселе стратегия бойынша жасалып, осы қолға алыну керек. Бірақ именно қазіргі АГВ технологиясы пластиктан тазартады, но бірақ та басқа да технологиялар керек. Өйткені өте жаңағы мұхиттың астынан тазарту деген оңай емес. Пластикті енді мұхитты тазарту керек қой, онсыз болмайды ғой. Бір ғалымдар ойлап табу керек, бір жаңағыдай пластиктан пайдалы бір қоршаған ортаға зияны тимейтін бір сондай нәрсемен алмастыру керек деп ойлаймын. Сондай
пластиктан сондай зат шығару керек. Любой нәрсе, пластик болсын, любой нәрсе, біздің денеміз болсын, кез келген зат, ол өзі жаңағы заквантовый уровень деңгейінде қарайтын болсақ, барлық заттар өте енді ұқсас бір-біріне бірдей, тек олардың информациялары әртүрлі. Просто біз енді пластиктің информациясы басқаша болып тұр ғой. Біздің мысалы пластик болсын, біздің денеміз болсын, ауа болсын, тіпті ауаның өзінің несі, кез келген зат, нәрсе, тірі организм, любой нәрсе, ол құрамдары бірдей, просто информациялар әртүрлі. Демек біз пластикті жаңағы утилизаторға салу арқылы, жаңағы если сондай технология пайда болса, сол кодтау арқылы, информациясын өзгерту арқылы пластиктан неше түрлі зат шығаруға болады. Яғни далада жатқан пылинканың өзі бізге тағам болып алдымызға қоюға болады. Кез келген зат кәдеге жарай алады деген сөз ғой. Форумда бар осы. Адамдарға үндеу қатқым келеді, ақыл есі дұрыс адамдарға. Қазіргі номер 1 мәселе осы климат мәселесі болып тұр ғой. И осыған тигізіп жатқан бірден бір әсері пластик екенін айтып өттік. Бұл жаңағы форумдарда айтылып жатыр осының бәрі. Сол форумнан алған түсініктермен пластиктің қаншалықты әсерін тигізіп жатқан туралы осы жерде мен айтып өттім. Сол. Рахмет, Талжан. Иә, рахмет сізге де өстіп өз бар білгеніңізбен бөлісіп, сұхбатқа келіп, пікіріңізді айтып жатқаныңызға. Алдағы уақытта әңгімелер болады деп ойлаймын, пікір алмасулар, тақырып көп қой. Сондықтан рахмет сізге. Иә, рахмет.